Так, оқиға күзде болды. Далада жаңбыр. Мен интернетте әлем проблемаларын шешіп жатырмын. Бір уақытта біреу есікті сындыратындай қатты қағып жатыр. Мен әлем проблемаларын паузаға қойдым да, ана адамның проблемасын шешіп келейін дедім. Есікке барып глазокқа қарасам, ол жерде бір кент тұр екен. Мен кім бұл дедім. Ол полиция, көршілерің туралы сұрағымыз бар деді. Мен маған қатысы жоқ екен деп есікті аштым. Есікті ашсам, артында екі адам тұр. Біреуі полиция, екіншісі солдат. Екеуі жерден жеті қоян тапқандай қуанышты. Мен бірден әлгі көрші дегені мен болдым ғой. Солдат: "Міне повестка, давай жігіт, кейін отан қорғауға барасың" деді. Мен нағыз ес екенмін. Есікті өзім ашып бердім. Мен бұл үйде тұрмаймын, жай қонақпын деп айта салып едім. Сөйтсем, ол қолындағы қағазды менің суретімді көрсетіп, "Кеттік" деді, ойының осылмай тұрғанда. Мен жарайды деп киініп алдым. Автобусқа мініп военкоматқа жеттік. Кейін бізді медосмотрға апарып тастады. Дәрігер: "Мынаны алыңдар, әскерге жарамды" деді. Мен қызық. Медосмотрды қалада 2-3 күн өтетін едік. Мына жерде бәрін 15 минутта өтіп кеттім ғой. Содан кейін бәрімізді далаға сапқа тұрғызып қойды. Ол жерде мен әлемнің проблемаларын енді кім шешеді екен деп ойланып отырдым. Еще оны паузаға қойып кеттім. Содан сол жерде 3 автобус келді. Бәрімізді частарға бөліп тастау үшін. Бір солдат шықты да, бәрінің фамилияларын айтып, автобусға отырғыза бастады. Нұрлан анда, Қайрат мында, Сәбіз анда. Автобусқа барлығы мініп кетіп қалды. Ол жерде мен ғана, және ана бұрышта арақ бір ит жатыр екен. Мен что-то бұл жерде не то дедім. Еще мен итке де қатты ұқсамайтын сияқтымын. Солдатқа барып, "Мен не істеймін" дедім. Ол: "Саған повезло, сен әскерге жарамайсың". Мен: "Ол қалай болды екен?" Сөйтсем, мен кішкентай кезімде туберкулез болып ауырған екенмін ғой. Оны дәрігерлер кейін білген. Аурудың да пайдасы тиіп қалады екен ғой, деп әлем проблемаларын шешуге үйге қарай қайттым. Достар, каналға тіркеліп, анимация көріңіздер.